Бәріңізге сәлем достар, сіздермен бірге мен Ернар. Бүгін бізде Clash of Clans, бүгін мен Clash of Clans ойынына let's play түсіргім келіп отыр. Өйткені жалғыз мата ол дейтін кішкене қызықсыз шығар деп ойлаймын сіздерге. Сондықтан мен бүгін осы Clash of Clans ойынына видео түсірейін деп отырмын. Бүгін біз КВ жасайтын боламыз. Яғни кландармен война, короче. Кландардың соғысы деп осындай рубрика, енді осындай видеолар түсіретін боламын. Егер осындай Clash of Clans ұнатса, лайк басып кетіңіздер. Так, бізде қазір КВ деген өте нашар болып жатыр. КВ кеше ғана басталды. Так, мына біздің адамдар уже кешіріңіздер, даусым кішкене қарылғып отыр ма бір нәрсе. Так, мынаны 56% алған дека, мынаны 99. Так, мынаны 0 алған. Так, мынаны 89 алған. Қазір енді біз соларды жақсартатын боламыз. Ал ендеше біз деген 5 алып тастайық бірінші. Так. Достар, мен мына Clash of Clans ойынына көріпсіздер ме білмеймін, көріну керек негізі сіздерге. Бұл деген өте қиын, жалпы өйстіп қозғап отыру. Так что бір нәрсе жаман болып жатса ренжімеңіздер. Так, бүйтейік, дракон дейік. Сосын екі дракон жіберейік. Сосын болды достар, ұтпаймыз қазір. Көп дракон құртып керек емес шығар. Так, мынадан тағы жібере салайық. Кішкене ұзақ болсын, тез болсын. Так, король атып отыр. Так, корольді құтып жіберейік. Так, болды достар, мұны 100% алып тастадым. 4 дракон, 1 корольмен. Так, енді біз серьезно жасайтын боламыз. Так, бұл ең оңайы болды. Бірақ мен өзім 5-те тұрмын да, сондай да 5-те тұрған сияқтымын, білмеймін. Ал енді 4-ті алатын боламыз. Так, бұл баса берейік қарамастан. Атаковать дейміз. Так. Так, мынаны бүйте саламыз, оңай қазір. Мынау дейтін қайтер етті. Бірақ бізге мейлі, мынаны сындыра салайық. Айтпақшы достар, біздің клан войне Скайрум ба, сондай бір нәрсе. Так, мен классасын аштым. Осын, мен кланға кіргізді ау. Мен негізі осы ойында бұрында ойнағам, қазір ойнамайтын. Сосын балдар айтқан соң ойнап кеттім. Так, бірінші мынаны. Достар, осы атаканы жасап болғаннан кейін екінші аккаунтпен жасайтын боламыз. Сондықтан алыстамаңыздар, бақ қойыңда. Так, міне достар, сіздерге ақыл, кішкене атака драконмен жасағанда дракондар айналып кетпес үшін бірінші тазалап алыңыздар. Так, міне содан кейін бәрін жібересіздер. Так, маяқтан жібере салайық. Королімізді. Так, енді қараймыз. Уже наоборона сіздерді, мынанда сіздерді тек қана маяқта 3 улучшиться башнясы бар, сосын числейшік бар, жіберетін. Так, қарауыз өтіп жатыр екен. Так, мына шетте бір дом строитель бар, сол бар екен. Так, соны алып тастау керек қазір. Так, достар, бұл победа шығады. Победа деп ойлаймын, өйткені бізде әлі қызған дракон бар, дракон көп. Ұрып қалып біреу. Так. Болды достар, 99%, қазір 100-ді алатын болады. Мына дом строительден. Так, мына болды великолепно. Тамаша деген сөз ғой енді. Так, мен осы победа жасаған үшін, мен осыны 3 жұлдыз алған үшін, маған 210 мың ақшамен эликсир берді. Сосын 310 да черный көретін боламыз. Так, 360 берген екен. Так, достар, енді келесі аккаунтпен кіретін боламыз. Так, кеттік ендеше, келесі аккаунт.
Так, достар, мына екінші аккаунтыма кірдім. Так, екінші аккаунтымның халі мүшкіл сияқты, өйткені маған біреу атака жасап, ұтып кеткен сияқты. Так, бұл аккаунт 8 орташа, жартылай рашер, жартылай фул десем де болады. Манағы 7 фул болған болатын, бірақ ода тек қана кабанды екінші оренге көтеріп қалған болатын, бірақ мен оны көтерген жоқпын. Так, талдар өсіп кетіпті. Так, бұл керек емес. Так, достар, мына мен компьютерде қалай осы Clash of Clans, Clash Royale ойнын ойнағанымды білгілеріңіз келсе, осы видео астына комментарий жазып кетіңіздер. Ернар, қалай ойнайсың, сол туралы видео түсірші деген сияқты. Сол кезде мен түсіретін боламын. Бұл нәрседен осы бір программа Nox деген, осыдан сіздер деген супер ранго сияқты пубг ойнай аласыздар. Жақында пубг түсіретін боламын. Бірақ не қашан бірақ түсірем бе дұрыс білмеймін. Сондықтан сіздерге андай обещать етпей ақ қояйын. Тек қана бұл айтатын, түсіруім мүмкін, түсірмеуім де мүмкін. Так, достар, мана мен осы аккаунтпен осы жерде атака жасаған болатынмын. Бірақ мен қазір қарап отырсам, осы менің атакам видеоға түспей қалған екен, сондықтан кешіріңіздер. Мен сіздерге прямо атаканы көрсете алмадым, ал енді повторды көретін боламыз. Так, мен осы жерді 3 жұлдызға алып кеттім, қазір көресіздер қалай екенін. Так, 2x-қа қойып қойын да. Біріншімен мына осы жерді сындыруға кірістім, мына списаның екеуін сындырғым келді. Бірақ мен екеуін сындырдым, сосын мына жақтан бір дракон жібердім. Сосын мына жақтан да бір дракон жібердім. Өйткені достар, бірінші тазалау керек, тазалап, немесе бәрі бір жерге жіберіп қойсаңыздар, ол былай айналып кетеді. Сондықтан бірінші кішкене тазалауыңыз дракондармен, одан кейін барып мына жақтан жібере беріңіз. Сол жерде жақсы болады. Корольді мына жақтан жібердім, қасына ұят тастадым, сосын байқамай корольді басып қойдым. Негізі корольді басым келген жоқ. Менде осы ретінде 9-да 10-да дракон болды. 9 дракон болды дәл осы сәтте. Одан кейін қазір біреу қаралауыш өлтіріп қояды. Мынаны өлтіріп қойды. Қаралауышын атын мен сізге айттым, енді сіздер білсеңіздер комментария жазып кетіңіздер. Что-то видео ұзақ болды ма, әйтеуір жазбай қалдым, мен білмеймін ол. Қазір тағы да біз осы аккаунттың екінші атакасымен прямой атака түсіретін боламыз деп ойлаймын. Так, бұл аккаунт Қазақстан деген аккаунт, менің досымдікі. Сол кланға тіркеліңіздер. Сендермен болған мен Ернар. Так, мына кланымыз осындай. Егер ұнаса видеоға лайк клан ұнаса деп қой, клан ұнаса тіркеліңдер. Видео ұнаса лайк басыңдар. Сендермен болған мен Ернар. Қош сау болыңыздар. Давайте.